отандық танымал әнші Жұлдыз Өмірғали жолдасы Айқынның 3-ші мәрте үйленуіне қатысты пікір білдірді. Өнер иесі отағасы тағы бір отбасын құруға шешім қабылдап жатса, қалай әрекет ететінін жасырмай айтты. Жұлдыз Өмірғали Алматы телеарнасына арнайы сұхбат беріп, көптің көкейінде жүрген сұрақтарға жауап берді. Ол жолдасының тағы бір рет үйленуіне қатысты қандай ойда екенін айтып, өз шындығымен бөлісті. Жоқ, алып беремін дегенде әрине, басқа салғанын көре жатармыз. Барлығын нақ былай болады деп айта алмайсың ғой. Өмір қызық қой, тұрмалап басқа жақтан шығуы мүмкін, деді Жұлдыз Өмірғали. Оған қоса, әнші Айқынның бірінші әйелімен қарым-қатынасына да тоқталып өтті. Ол алаңдауға еш негіз жоқ екенін алға тартты. Бір рет хабарласқан кезі болды. Оның сөзінде ондай жек көру деген сияқты нәрсе жоқ. Арамызды Айқын шешіп тастаған. Бір-бірімізге деген шағымымыз жоқ. Сол 5 жыл бұрын қарым-қатынас болмайды деген бірден шешілді, деп ағынан жарылды Айқынның келіншегі.